сізде Instagram, TikTok, YouTube'да тым көп отырумен проблема болып жатса, маған жақында бір видео көмектесті. Ол деген Гарвард профессорының видеосы Why you need to get bored? Неге сіз өзіңіздің ішіңізді пыстыруыңыз керек? Қысқаша айтқанда, Гарвард профессор айтады, біз бәріміз осы іш пысқаннан қашамыз, тіпті тамақ ішкенде де отыра алмаймыз. YouTube керек, әйтпесе өліп кетеміз. Немесе тіпті автобуста жүргенде, пешеходный переходта қызыл түсті күткенде де қарай береміз контент. Бірақ оның айтуынша сіз неғұрлым осы көп контент қарасаңыз, соғұрлым сіздің көңіл күйіңіз түседі және депрессияға ұшырайсыз. Неге? Себебі біз ішіміз пысқан кезде өзімізге андай ауыр, ыңғайсыз сұрақтар қоя бастаймыз. Менің өмірімнің мәні не? Мен жалпы не істеп жатырмын? Дұрыс жолмен жүріп бара жатырмын ба? Ол сұрақтардың қызығы, сіз